Мен Горный жалпы орта білім беретін мектебінің 8 класс оқушысы Мазамбалжан Жамбыл Жабаев туралы 10 дерек. Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Ол кісінің өнерге, айтысқа деген қызығушылығы бала кезінен арта түседі. Ол 10 жасынан бастап қолына домбыра алып түрлі күйлер шерте бастайды. Осы қызығушылығының арқасында Сүйінбай Аронұлының өзінен тікелей бата алады. Ол кісінің 100 жыл өмірінің 85-і шығармашылық өмірі болған. Алайда ол кісінің шығармашылық өмірі 19 ғасырдың 70 жылдарынан басталған. Ал бұл жыл қазақ халқы үшін өте ауыр жылдар болған. Себебі түрлі ұлт-азаттық көтерілістер, кеңес өкіметінің қиында қатал заңдары қазақ халқының жағдайын өте төмен қылып жіберген. Әлеуметтік, экономикалық проблемалар қазақ халқында көптеп кездескендіктен, бұны Жамбыл Жабаев өзінің өлеңдеріне қоса бастаған. Жамбыл Жабаевтың есте сақтау қабілеті өте жоғарғы деңгейде болған. 92 жасына дейін ол кісінің бірде-бір өлеңдері қағаз бетіне түспеген. Сол себепті ол кісінің өзінің жеке хатшысы болған. Және Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов сынды ақындармен жақын араласқан болатын. Қазақтың ұлттық мәдениетіне сіңірген еңбегі үшін ол кісі түрлі ордендер мен медальдар алады. Мысалы, Ленин ордені, Қызыл ту белгісі ордені және еңбек Қызыл ту ордендері. Және де ақын қайтыс болар алдында да 5 уақыт намазын тастамаған деседі. 1945 жылы 22 маусымда ақиық ақын дүниеден өтеді.